Мен де енді спортсмен емеспін, мен там адаммын. Санаймыз, нұрсұлтан өзі санап тұр. Сен тойым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Балуан Шолақ атамыздың 17 жасында қанша килограмм гірді көтергенін кім біледі? Цирк келген кезде шынжырға байлап 51 пұт дейді, ол біздің қазір килограмм есептегенде 820 килограммдай болады. Соны көтеріп біздің Балуан Шолақ атамыз рекорд қойған. Ал біздің Қажымұқан атамыз 75 жасында 350 килограмм тас көтерген. 75 жасында. Осындай керемет аталарымыздың ұрпақтарымыз. Енді мен де героик емеспін, мен де спортсмен емеспін, бірақ карантиннің кезінде бір челлендждер басталды ғой. Гірден, отжиманиядан. Сол челленджден басталып, 7-сіне 4 тойда боламыз, тойға кіргізіп. Сендерге бұл мақтану емес, мотивация. Құдай қаласа тағы да осы жерде бойдақ жігіттер тойында кездескен кезде осы 100-ге апаратын жігіттер болсын. Қошемет соғып қойыңыздар. Мына 20 мың теңгені нұркейсіз. Мына 20 мың теңгені ортаға шығып, отказ берсе де ол кісіні зорлай алмайтын едік. Бірақ көрейін, көтерем, любой көтерем деп намысты беріп тұрған Құдаға бергім келіп тұр. Қошемет соғып қойыңдар. Жоқ, біз манадан бері арқан тартып сен болған жоқсың. Біраз спорттық ойындармен созылып кетті. Сондықтан Құда Алла абырой берсін, 20 мың теңге ат үшін санап. Жоқ, есепке суретке солай.